Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі өтетін сабағымыз біздің педагогикалық, психологиялық, медициналық консультинг. Біздер осыған дейін біздің мына өтіп жатқан пәніміз, курсымыз балаларға мониторинг жүргізу, мектепке дейінгі балаларға мониторинг жүргізу. Оның мақсаты не екенін сендерге айттым. Оның мақсаты балалардың оқу тәрбие барысында балаларды дамыту үшін біздерге үнемі балалармен психологиялық не жасап отыруымыз керек, мониторинг, диагностика жасап отыруымыз керек. Міне осы тақырып пәнде біздер оның алдында әртүрлі тесттер, балалардың оқу қабілетін, зейінін, психологиялық жетістігін білу үшін әртүрлі тесттер өттік. Осы тесттердің жалғасында бүгін педагогикалық медициналық консультинг дегеніміз не екенін соны түсіндіріп өттім. Енді тыңдаңдар, ол әрбір мекемеде, мектепке дейінгі мекемеде балаларды тәрбиелеп, оқыту барысында тәрбиеші, педагог, сонымен қатар сол мекеменің әдіскері, ол да педагог, сосын медицина қызметкері және логопед жұмыс жасайды, психолог жұмыс жасайды. Міне осылардың көмегіменен консультинг жүргізеді екен. Ал консультинг жүргізбестен бұрын бірінші мен сендерге алдында айтып өттім, қандай сабақтарды, қандай жұмыстар жүргізу керектігін түсіндірілді. Енді қазір мен сендерге өздеріңнің түсініктеріңізде тыңдап қарайын. Психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңес ПМПК қысқаша айтқанда, бұл баланың даму деңгейінде анықтау ауытқулары бар, яғни баланың ауытқулығын дұрыстайтын психологиялық, педагогикалық, медициналық кеңес болып табылады. ПМПК-ның құрамына міндетті түрде осы мамандар кіреді, яғни олар психологтар, дәрігерлер, арнайы педагогтар, заңгерлер және білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік ортаның органдарының өкілдері. Осы аталған адамдардың барлығы ПМПК-ның құрамына кіреді. ПМПК-ның мақсаты ондағы білім беру қажеттіліктеріне және жас және жеке ерекшеліктерін және психологиялық жағдайда негізгі тәрбиешілерге дидактикалық түзету, психологиялық, медицинаның педагогикалық қолдау қажеттілігін бастап табылады. Диагностикалық, проблемалық, аналитикалық, әдістемелік және қорытынды. Осы ПМПК-ның консилиумдарына тоқталатын болсақ, диагностикалық консилиумның мақсаты баланың даму деңгейін анықтайтын, мектеп бағдарламасына орын алған үлгілерін, мемлекеттік себебін анықтайтын бір түрі болып табылады. Проблемалық консилиумның мақсаты ұстаздар мен ата-аналардың балалардың оқу кезінде пайда болған шағымдарын зерттейді. Аналитикалық сол шағымдарды зерттеу болып табылады. Әдістемелік осы проблемаларды шешу барысында жүргізілетін әдістемелер жұмыстар болып табылады және қорытындылары осы жүргізілген әдістемелерді қорытып, балалардың қандай деңгейде екенін анықтауға көмектесетін бір түрі болып табылады. Және де осы консилиумдардың арасында кеңес беру сатысы ол әр апта сайын ата-аналар ұстаздарға кеңес беруі, яғни балаларының қандай жағдайда екенін көре тұрып, соларды тегін консультация ретінде қарым-қатынас орнату болып табылады. Оқу орындарында ПМК-ның міндеттері ол баланың дамуында бұзылған жағдайларды ары қарай дұрыстауға бағытталған жұмыстар, резервтік жұмыстар болып табылады және де баланың нақты дамуын, оның жағдайын қарастыру арқылы белгілі бір нәтижеге жету. Осының барлығы ПМПК-ның міндеттері болып табылады. Жақсы, онда өте жақсы тамаша айттыңыздар. Енді келесі топ шыға қойыңыздар. Психологиялық, медициналық және педагогикалық кеңес. Балалар дамуының психологиялық, медициналық және педагогикалық диагностика бөлімі жұмыс жасалуы. Бұл интеллектуалдық, физикалық және жеке қасиеттердің жағдайына байланысты болып табылады. Келесі, балаларды білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және қоғамдық ұйымдарда белсене араласу.
арнасы болып табылады. Олардың түрлеріне дәрігерлердің қорытындылауы мен баланың даму психикасы көмектеседі. Ата-аналардың ақыласы бойынша Конституцияға келген балалар мен жасөспірімдердің тест құжаттарсыз жүргізіледі. ПМК-ға ата-аналардың келісімімен балаларды оқу мекемелерімен және олардың оқу денсаулық мекемелерін бастауы бойынша ата-аналардың келісімімен барады. Келесі, педагогикалық, медициналық және психологиялық кеңес қорытындысы тексеру нәтижелерімен құралады. Оларды ал балалардың арнайы оқу орындарына немесе интеграциялық орындарда жүгінеді, көмекке жүгінеді. Балаларды зерттеп, диагностика жасап, ол баланың қаншалықты оқу тәрбие жұмысына қалды екенін анықтағаннан кейін өздерің нәтиже шығара алмайсыңдар. Тек қана нәтижені педагогикалық, медициналық, психологиялық консулинг кеңес қана шешеді. Оған қатысатын кімдер екенін жақсы ұғындыңдар. Олар ата-анасын шақыру арқылы барлық себебін жүргізген диагностикаларını көрсету барысында ғана оны дәлелдеп, ол баланы өзіне керекті мектептерге ауыстырады екен. Себебі ол мына біз оқытып отқан мекемемізде, мектеп және балабақшада ол бала несе алмайды, оқи алмайтындықтан оны басқа жаққа көшіреміз. Міне осы консулиумның негізгі маңызы керектілігі осында. Ол Қазақстан Республикасының заңыменен бекітілген.